Менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгінгі сізге көрсететін жақсы контент бұл қазіргі шығып жатқан трендтегі Threads деген қосымша. Яғни бұл Instagramның бір бөлшегі деп те айтуға болады. Threads деп айтады. Бұл қазақша аударғанда ағылшын тілінен жіктеме білдіреді. Бұл әлеуметтік желі біздерге жаңа парақша ашуға, оқырмандар жинауға, сол бойынша өзіңіздің бизнесіңізді дамытуға, адамдарға пайдалы контент ұсынуға өте жақсы қосымша. Енді осының алгоритмі қандай, қалай жұмыс жасайды, қалай пост салуға болады, соны көрсететін боламын. Және ең жақсы бір жері YouTube арнамызда видеоны қалай оқырмандарға көрсетуге болады, соны туралы айтқым келіп тұр. Ендеше видеоны соңына шейін қарап, лайк басып, қолдап білдіріңіздер. Ендеше бастайық. Ең бірінші Threads деген тілжан көріп тұрсыңыздар. Осыны жүктеп аламыз. Енді оны жүктеп алғаннан кейін мен мына жерде астындағының функциясын қарасаңыздар, біріншінде главный, яғни басты бет, екінші іздеу, үшіншінде пост салатын, төртінші лайк басқан жерлер, және төртіншінде профиль. Енді мына жерде профильді бассам, менің Instagram парақшамның ең бірінші жүктегенде Instagram парақшаңызды алайық па, әлде басқа жасайық па деп өзі шығады. Сол кезде мен Instagramнан осыны істеп алдым, копировать етіп алдым, өзімнің Instagram бірдей қылып, екі жақта бірдей болсын деп. Егер сіздер басқа парақша ашам, басқа жүргіземін десеңіздер, барлығын қолдан жасауға болады. Енді қараңыздар, мына жерде посттарыңыз өстіп көрініп тұрады. Лайк басқан адамдар өшеді көрініп тұрады. Ортасындағы ортасын басып, новая ветка деп тұрады. Дәл ортасын бассаңыздар, осы жерде жазуға болады. Мына скрипкамен фото галереядан алып салуға болатын жер. Мына жерге жазасыздар. Енді біздің YouTube-қа арналған дамытуға жақсы жерді айтып отқаным, мысалы, YouTube-тың өзіміздің творческий студияға кіріп, мысалы, мен соңғы шыққан постымды салым көпті, үш сызықты бассаңыздар, подлиться видео деп тұр, соны басамыз. Және копировать деп, ссылканы көшіріп аламыз, копировать деп бастық. Мына скопирован шықты. Енді қайтып мына Threads-ке кіреміз, және ставить деп басамыз. Сол кезде біздің YouTube арнамыздағы видео осы шығады. Яғни превью әдемі болып тұрады, астына не туралы жатыр. Және оқырман мына жерде алдына қарай басып, енді жазуға. Мысалы, сәлем достар. Сәлем достар. Пайдалы видео түсірдім. YouTube арнамнан қараңыздар деп. YouTube каналдан қараңыздар деп жазып, мына жерде аппликат деп жүреміз. Тағы жазуға, мына жерге түсіріп жаза беруге болады, әркім өзіне қарай. Егер астына фото саламыз, салуға болады. Мына осылай опубликовать деп жүресіздер. Болды. Мына жерде публикация деп күтеміз, кішкене шықты. Енді мына жерде қарайық, өзім профилімізге міне шықты. Осылай сізді үстін басады, көк сызықтың үстін, көк ссылканың үстін басқанда сіздің мысалы YouTube арнаңызға тіке түсетін болады. Міне. Достар, осылай өздеріңіздің Threads әлеуметтік желіңізді ашып, жаңа оқырмандар жинап, және YouTube арнаңызды осылай дамытуға да болады. Егер мен жасаған контент пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Баршаңызға рахмет.